Бүгін парламент мәжілісіндегі кезекті жиындардың біріне барған журналистер күтпеген жерден мәжілістегі үш бірдей фракцияның жасаған үндеуіне куә болды. Төменгі палата депутаттары 5-ші шақырылымды мерзімінен бұрын таратуды сұрады. Депутат Владислав Косаревтің айтуы бойынша, осы шақырылымның депутаттары ұлт жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заңдарды толық қабылдап, тарихи миссиясын орындады. Жаңа тарихи кезең, реформалардың жаңа толқыны басталған уақытта партиялардың сайлаушы сенімінің мандатын қайтадан қабылдағаны дұрыс, деді ол. Әріптесім Талғат Уәли жалғастырады. Мәжілістің бүгінгі жұмыс күні қарбаласпен басталды. Шұғыл жиынға шақырылған тілшілерді қатаң тексерістен кейін ішке кіргізіп, үш бірдей саяси партияның атынан сайланған депутаттар баспасөз мәслихатын өткізді. Әріптестерінің арасынан алғаш болып мәжілісмен Нұрлан Әбдіров сөз алды. Төменгі палата өкілдерінің атынан сөйлеген ол, мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттарға мерзімінен бұрын сайлау өткізу жөнінде елбасына үндеу айтты. Қазірден бастап жаңа реформаларды жүзеге асыруға жедел кірісу үшін, сонымен бірге дағдарысқа қарсы шараларды тиімді жүзеге асыру үшін біз 5-ші шақырылымдағы мәжілістің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және парламентке жаңа сайлау тағайындау туралы бастама көтереміз. Депутаттың бұл бастамасын әріптестері де бір ауыздан қолдады. Қашанда кәсіпкерлердің мүддесін қорғап жүретін ақжолдық Азат Перуашев болса, созбалаңға сала бермей, сайлауды қысқа мерзімде өткізуді ұсынды. Жыл бойы сайлау науқанына алаңдамай, парламенттік сайлауын неғұрлым қысқа мерзім ішінде өткізген жөн деп санаймыз. Давайте спросим у народа, каким партиям он доверяет в это непростое время, какие партии должны дальше работать в парламенте. Бұдан кейін мәжілісмендері әдеттегідей жалпы отырысқа асықты. Бірақ салмақты ой айтатын 5-ші шақырылым депутаттарының салмағын лифтте көтер алмай қалды. Біртіндеп қайта шығуға тура келді. Вы все весомые, коллеги, весомые. Будет молодой. Я даже никто не меня. Өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату жөніндегі бастамадан кейін мәжілісмендердің жүзінен бір-біріне деген қимастық та байқалды. Енді мәжілісмендердің бұл ұсынысы Ақордада қаралмақ. Егер елбасы оны жөндеп тапса, ата заңымызға сәйкес 2 айдың ішінде мәжіліс және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы өтуі тиіс. Талғат Уәли, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар.